Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогі Бақыт Серғазұлы. Бүгінгі қашықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы жеке және топтық дене шынықтыру жаттығулары. Сабағымыздың мақсаты жеке және топтық дене шынықтыру жаттығуларын зерттеу. Сабағымыздың барысы дене қыздыру жаттығуларының маңызы. Жеке дене шынықтыру жаттығуларының түрлері. Топтық дене шынықтыру жаттығуларының маңызы. Зиянды әдеттерден аулақ болу жолдары. Дене қыздыру жаттығуларының пайдасы. Бұлшық ет пен сіңірдің икемділігін жақсартады және жарақаттар мен созылу қаупін төмендетеді. Жаттығудан бұрын бұлшық ет пен сіңірді қыздыру жаттығу кезінде ауыр жүктеме алатын буындарды созуға көмектеседі. Егер біз дайындық жаттығуларын жасамасақ, біздің буындарымыз жарақат алу қаупі бар. Қыздырылған бұлшық еттер жаттығу кезінде жақсы сығылады және жиырылады. Яғни жаттығуларды орындау кезінде біздің күш мүмкіндіктеріміз жоғары болады. Қыздырыну жаттығулары жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын оңтайландырады. Бұл жаттығу кезінде жүрекке шамадан тыс салмақ түсуін азайтуға көмектеседі. Жаттығу алдында қыздырыну қан айналымын жақсартады. Бұл бұлшық еттің оттегімен және қоректік заттарды сіңіруіне көмектеседі. Бұл ауыр жаттығулар жасау кезінде төзімділікті арттыруға көмектеседі. Жаттығу алдында денені қыздыру бұл біздің денеміздегі энергияны өндіруге жауапты гормондар өндірісін арттырады. Жаттығу бұл ағзаға арналған ерекше стресс, сондықтан сапалы жаттығу біздің ментальдық тұрғыдан жүктемелерге дайындайды. Зейін күшін арттырып, үйлестіру мен назар аударуды жақсартады. Жеңіл жаттығу кезінде жаттығу алдында қанға адреналиннің шығуы орын алады. Соның арқасында біздің ағзамыз дене жүктемелерін жақсы жеңе алады. Жеке дене шынықтыру жаттығулары. Таза ауада дене шынықтыру жаттығуларымен айналысу, ойнау, секіру, лақтыру, шаңғы тебу, жүгіру баланың бұлшық еттерін дамытады. Жүрек қан тамыр жүйесін, тыныс алу жүйесін, сүйек тірек аппаратын және тағы басқа ағза жүйелерін нығайтады, шынықтырады. Баланың мүсін тұлға түзулігі қалыптасады. Жүгіру бұлшық еттердің жұмыс белсенділігін арттырудың оңтайлы және күй талғамайтын түрі екені белгілі. Онымен кез келген ауа райы жағдайында, жылдың кез келген уақытында топпен де дербес жаттыға беруге болады. Бұл ретте ерекше жағдай мен қымбат құрал жабдық талап етпейді. Жүгіру кезінде қанның жүру көлемі 70 мл-ден 120-140 мл-ге дейін ұлғаяды. Жүректің әрбір жиырылуы басты күре тамырдың созылуын туғызады. Жүгірудің нерв жүйесіне жағымды әсер ететіндігі ешқандай дау туғызбайтындығы өз алдына, сонымен қатар шынығудың тамаша құралы болып табылады. Кез келген ауа райы жағдайында жүгіруге болады және уақыт өте келе оның салқыннан болатын сырқаттарға қарсылығы дамиды. Топтық дене шынықтыру жаттығуларының маңызы. Ұлттық спорт түрлері мен халық ойындары жеткіншек ұрпақты үйлесімді тәрбиелеудің ажырамас бөлігі болып табылады. Қазіргі дене шынықтыру практикасында ғасырлар бойы сомдалған және сыннан өткен халық ойындары мен ұлттық спорт түрлері құралдары арқылы жеткіншек ұрпақты тәрбиелеудің бай тәжірибесін пайдалану қажет. Ойын баланың барлық қабілетінің дамуына, айналасындағы дүние жайлы түсініктерінің кеңеюіне көмектеседі. Халқымыз ойындарды тек балаларды алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, олардың мінез құлқының қалыптасу құралы деп ерекше бағалаған.
Ойын баланың даму құралы, таным көзі, білімділік, тәрбиелік, дамытушылық мәнге ие бола отырып, адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Ойынды әрбір адам ойнап өседі. Ойынды көп ойнаған адамның дүние танымы кең, жаны таза, жүрегі нәзік, нағыз сезімтал тұлға болмақ. Үнемі жүгірумен айналысатын адам ағзасы жылуды көп бөлетіндіктен аз ауырады. Дене температурасының жоғарылауы ағзаға бактериялардың енуін қиындатады, немесе олардың дамуына кедергі келтіреді. Жүгірумен жүйелі түрде шұғылданатын және одан жақсы ләззат алатын адам темекі тарту, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттермен белсенді түрде күресе бастайды. Адам денсаулығына зиян келтіретін улы химиялық заттардың қатарына темекі мен есірткі заттар жатады. Темекі түтінінің құрамында 4000-ға жуық химиялық заттар кіреді. Олардың көбі улы заттар. Олардың 40-ға жуығы қатерлі ісік ауруын туғызады. Темекінің уы сонымен қатар қолқаның созылмалы ауруын туғызады. Сол себепті де темекі шегетіндер жиі жөтеледі. Сұрағымызды қорытындылай келе, ұлттық ойындарды көп ойнау, жүгіріп, далада, таза ауада жүру жас организмнің дұрыс та сергек өсуінің көзі болған, және де балалар ойын ойнаған кезде көпшіл отанның болашақ азаматы болуға, халқына адал қызмет етуге бағытталады. Құрметті оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.